Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 61-ші сабақ өзіңді тексер. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу: тиісті тыныс белгілерін қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Өлеңнің тақырыбы бу мен су, я? Бу шыға ма судан, су шыға ма будан. Кім айтады, қане, қайсысы бұрын туған? Балалар, біз бұл жерге сұрау белгілерін қойып шықтық. Келесі екінші жаттығу: сөйлем түрлерінің атауымен сәйкестендір дейді. Яғни бұл жерде бізде хабарлы сөйлемдер бар екен. Олар: бүгін жаңбыр жауады, керіктің мойны ұзын, я? Сұраулы сөйлемдер: жапырақ неге сарғаяды, түлкінің күшігі не дейді? Келесі лепті сөйлемдер: өркенің өссін, қарағым, Алматы қандай әдемі қала. Келесі үшінші жаттығу: көп нүктенің орнына сын сипатты білдіретін сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Көрікті Алатау аясындағы мемлекеттік қорықта түрлі хайуанаттар тіршілік етеді. Солардың бірі марал. Маралдың түсі сұрғылт сары, дене бітімі ірі, мүйізі үлкен. Маралдың мүйізінен әртүрлі дәрі-дәрмек жасалады. Марал пайдалы жануар. Тапсырмаларды орындаймыз. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет дейді. Міне балалар, марал пайдалы жануар. Бұл жерде сызба байланысатын сөздер пайдалы жануар және марал пайдалы деген сөздер байланысады. Келесі мәтін түрлеріне сәйкес сызбаның көмегімен әр бөлікке сұрақ қой дейді, я? Міне бізде бірінші сұрақ берілген екен: марал қайда тіршілік етеді? Екінші: маралдың түсі қандай? Үшінші: марал неліктен пайдалы жануар деп сұрақ қойдық. Келесі төртінші жаттығу: мәтінді мұқият тыңда. Кемел тыным таппай есік алдында сырғанақ жасады. Оған шелекпен тасып су құйды. Ертеңінде тұра сала сырғанаққа қарай жүгірді. Міне қызық, көршінің балалары сырғанақта асыр салып ойнап жүр. Кемелдің іші күйіп кетті. Бәрің де кетіңдер, бұл менің сырғанағым, деп төмпешіктің қасына келіп бар даусымен айғай салды. Ойнап жүрген балалар состиып тұра қалған. Қанеки, кетіңдер, деді ол тіпті қаһарланып. Сырғанағыңды аяйсың ба? Кеше айтсаң көмектесер едік, деді балалар жан-жақтан шуылдап. Кемел балалардың жалынғанына қарамай оларды қуа бастады. Балалар үйді-үйлеріне тарап кетті. Кемел сырғанақ тебуге емін-еркін кірісті. Алғашында қызықты сияқты еді. Бірте-бірте жалыға бастады. Біраздан кейін жалғыз ойнауға мүлдем зауқы соқпады. Сөйтіп үйіне көңілсіз оралды дейді, я? Толымбек Әбдірайымов. Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Сұрақтарға жауап бер дейді. Кемелдің іс-әрекетіне қалай қарайсың дейді, я? Кемелдің іс-әрекеті дұрыс емес, қызғаныш жаман қасиет. Достарыңмен жақсы қарым-қатынас сақтағың келсе, қолыңдағымен бөліскен жақсы деп жаздық. Келесі мәтіннің мазмұны бойынша қандай ой түйдің дейді, я? Балалар, сіздер қандай ой түйдіңіз? Мысалы, қызғаншақ адамға жан жуымайды. Яғни жан дегеніміз бұл адам ғой. Адам жомарт болған кезде оның айналасына адал достар топтасады дедік. Келесі тапсырма: берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын жаз дейді. Міне балалар, бізге жоспар берілген екен және тірек сөздер берілген екен, я? Осы жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, біздер мәтіннің мазмұнын осылай жазып шықтық. Жазып алсаңыздар болады. Немесе балалар, сіздер мәтінді оқып шықтыңыздар, сол мәтін бойынша, жоспар бойынша өз түсініктеріңізді жазып шықсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.